Ассалаумағалейкум достар, сіздер бірге болмай досым және менің қасымда Мистер Бист сәлемдесіп қой. Сәлем достар, домалақ бастар. Достар, бүгін мен Мистер Бисттің видеосын қазақшаға аудардым. Және сіздермен бірге қазір тамашалайтын боламыз. Достар, бұл видеоны дайындауға өте көп уақыт, өте көп күш кетті. Сондықтан осы видеоға басталмастан лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Және келесіде қай видеосын қазақшаға аударып бірге көрейік, соны комментария жазып кетіңдер. Ал достар, ендеше менің көтім терлеп отырып жасаған видеоны бірге көреміз, кеттік. Мен әдетте видеоны бұлай бастамайтын едім, бірақ дәл қазір мен... достар, айтпақшы, бұл видеоның тақырыбы 7 күн үңгірде деп аталады. Яғни Мистер Бист өзінің достарымен үңгірге түсіп, сол жерде 7 күн өмір сүретін болады. Майнкрафттағыдай выживание істейді ғой. Ендеше кеттік, бастаймыз. Мен әдетте видеоны бұлай бастамайтын едім, бірақ дәл қазір мен 100 метрден кейін үңгірге түсемін. Ал ол үңгірдің тереңдігі 5 километрге дейін созылады. 5 километр. Қалай біздің аяғымыз жерге тиеді? Біз осы жерде ресми түрде 7 күнге қалып қоямыз. Тоқты 1, 2, 3, 5, 6 адам болып келген. Ерім оны. Таңғалып тұр одан қарсай. Мистер Бисттің досы, мен қайда келдім деп тұр ғой. Мен аспанға қарап, бүйтіп ойланып тұр ғой. Нәқ келдім деп ше. Бұл менің өмірімде жасаған ең қорқынышты нәрсе. Біріншіден, біз жаңа ғана түскен жерімізден алысырақ кетуіміз керек. Неге? Су тасқыны болса, осы жерді су басуы мүмкін. Су мұхиттағыдай көтеріледі. Және біз батып кетуіміз мүмкін. Сондықтан біз үңгірге кіріп, лагерь құруымыз керек. Бұл адам сенгісіз. Бұл басқа әлем секілді. Шынымен, әдемі үңгір ма? Үңгірге кіретін жері әдемі болғанымен, бірақ сыртқы бейне алдамшы. Біз мұны білген жоқпыз. Бірақ алдағы 7 күн біздің өміріміздегі ең қиын күндер болмақ. Жаман идея. Жарайды, 1-2 сағаттан кейін күн батады. Егер біз Майнкрафттағыда істеп қойыпты ғой достар. Астына Майнкрафт выживание қылып отыр ғой. Лагерь салып үлгермесек, құрған жеріміз осы. Қайда бара жатқанды өзің білмейсің. Біз лагерь салу үшін түзу жер іздеп жүрміз. Үңгірге кіріп жатып, біз үңгірдің биік жерін тауып алдық. Ал биік жері бізді су тасқынынан қорғайды. Сонда бұл лагерьге арналған тамаша жер. Тамаша деп сен ауыр айттың, ал болады деп айтуға болады. Болатын жер екен. Бірінші күннің қалғанын біз өзіміздің керек жарақтарымызды жинауға құрдық. Әрбір дорба 35 килограммнан. Көріп тұрғандарыңыздай біз бұған 35 килограмм не алып келген? Бүкіл үйлерін салып алып келген. 4 сағаттай уақытымызды құрттық. Қимылдау өте қиын. Сондағы осының бәрін лагерьге апару үшін ғана. Сонымен бізде осы жерде жарық бар. Керек жарықтарымызда қуанышқа орай осында. Ал егер камераны сәл мұнда бұрсақ, ол жерде енді қараңғы. Бір күн болса өтіп кетті. Біз лагерь үшін ең керек нәрселерді ұйымдастырдық. Арқандар үшін тесіктер жасадық. Ұста және тартыл. Бұлар біздің көрпелерімізді көтеретін сияқты. Мынау. Аппос не істеп отыр? Өзіміздің гидіміз Джоэлмен бірге көрпелерді ілдік. Мынау жіңішке арқан менің көрпемді ұстай ба? Кешкі асымызды ішіп алып, бірінші суық түнімізге дайындалдық. Шынымды айтсам, мынау көрпе мен ойлағаннан да ыңғайлырақ екен. Хей! Құдайым-ау, менің басым неге сонша үлкен? Бұл үңгірдің ұзындығы 2,5 километр. Бірақ біз өзіміздің лагерімізді тек кіреберіске ғана жасадық. Ертең бізге зерттейтін көп нәрсе бар. Қалай ұйықтадыңдар? Жаман, еш қалай. Бұл жердің орналасқан жері біртүрлі. Әрқашан төбеден су тамшылап тұрады. Біз өзіміздің үстімізге шатыр ілдік. Бірақ су бәрібір көрпемізге тиіп жатыр. Менде бір идея бар. Бізге дұрыстау шатыр істеу керек. Мен шатырларды қосуды ұсынамын. Ол біз ұйықтап жатқанда судан қорғайды. Табылған ақыл. Мен жай ғана ютубер емеспін. Түсінікті ме? Менің көрпем осы жерде. Сендер әзілдеп тұрсыңдар ма? Мен бүгін осы жерде ояндым. Біз бірден түсінбедік, бірақ бұл құдықтың тереңдігі 12 метр. Және біз Шон екеуміз шатырмен айналысып жатқанда, Мак және Карл бұл құдықтың қаншалықты қауіпті екенін көріп қайтуға кетті. Төбедегі көрпені көріп тұрсың ба? Мен сол жерде ұйықтадым. Қара, айналада барлығы бірдей болғандықтан. Ана жақта ұйықтап құлап кетсең. Мына терең құдыққа бақылау қиынға түсуі мүмкін. Ал мынау картадан біздің лагерді көруге болады. Және олардың бізден қаншалықты алыстағанын да бақылауға болады. Сәттілік, бро. Бұл адам сенгісіз. Әзірге жігіттер әлемді зерттеп жүргенде, бізге Шон екеумізге лагермен айналысу керек. Неге мұнда көрпе жатыр? Одан сідік сасып кетті. Сабақ номер 1. Көрпені жалға алма. Неге біз оны жалға алдық? Неге оны сатып ала салмадық? Біз шатырларды қосып, олардан дәу шатыр жасамақшымыз. Мұнда тұрған ештеңе жоқ, бірақ мен мынау арқанға өзімнің өмірімді сеніп тапсырып жатырмын. Ал бұл сәтте Мак пен Карл әлі құдықта қыдырып жүрді. Құдайым-ау, Мак! Және олар ақырында құдықтың түбіне жетті.
Біз лагерден шығару осы екеу кадршы. Алысымыз керек. Екеу бірдей істейді. Қаншақты қауіпті екенін көрсеткіміз келді. Жай ғана құлама, бұл тәжірибенің жұмысы. Жарайды. Оларға қайту керек болса да, олар қаншақты тереңдікке баруға болатынын тексергісі келді. Бро, бұл адам сенгісіз. Қалай ойлайсың, бұл өзенді өте аламыз ба? Мұнаншама өзен не істеп жатыр үңгірде? Қайдан пайда болған? Бірақ бұл екеуі бұл өзеннің бүкіл үңгірде ағатын білмейді. Ал бұл болса бұл өзенмен біз әлі кезігетінімізді білдіреді. О, міне өздері де келді. Тамақ дайын деп айтыңдаршы. Дайындадық. Дәл солай. Жаңа үй. Солай ма? Солай. Бізде енді шатыр бар. Тырысқандарың көрініп тұр. Ал ошақты біз мынау кішкентай үңгірге көшірдік. Қалай сендерге? Мұнда жылырақ. Және ыңғайлы. Мынау тастар мына жерде жылуды ұстайды. Және жоғарыдағы тастардан сідіктің тамуынан қорғайды. Бұл сідік емес, басқаша қалай? Білмеймін. Жаңбыр немесе сол сияқты. Бұл жаңбыр емес, бұл тастар. Камераны көтерші. Бұлттарды көріп тұрсың ба? Жоқ, тек тастар көрініп тұр. Бұл жаңбыр емес, тастардың сідігі. Жарайды, сідік. Жарайды, бұл сідік. Және біз кішкене не істеп бітті? Біздің сідік дегеніз бізді үңгірдің соңына дейін апаруды өтіндік. Үңгір. Біз қаншалықты тереңдікке баратынымызды көреміз. Және нақтырақ айтқанда біз мынау үлкен үңгірдің әлі басында. Ойлашы, мына жерге дейін бару керек. Олар әлі мынау жақта ғана, басында ғана. Мәссаған. Және біздің компьютер алыстан қарасам бір құмырсқаның үйі сияқты ма, Мақсатымыз мынау өңгірді соңына дейін өту. Әрине өліп қалмай. Құдайым-ау, мынау түсетін жер қауіпті екен. Бұл әлі басы ғана. Біз өңгірдің түбіне бара жатырмыз. Ал жігіттер іштеріңді тартыңдар. Мына жер өте тар. Мен сыйып кетем деп ойламаймын. Өңгірдегі ең қызығы сен бір сәтте осындай тар жерлермен жүрсең, құдайым-ау, мынау өте тар. Ал бір сәтте сен кең залда сияқтысың. Ал бұл жерді толығымен көру үшін бізге осылай істеу керек болды. Құдайым-ау! Енді кішкене болсын бірдеңе көрінді. Факел жақтысы, факел. Мұнау жап-жақ қол. Бро, қара, мұнау қандай күшті. Жақ болған сондай қарай алмай қалды. Көзге шағылысып жатыр. О, жоқ. Дәл қазір мен бір нәрсені түсініп тұрмын. Біз мынаны бекер құрттық. Жолды бастал. Осылайша біз жолымызды жалғастырдық. Кішкене сенімдірек. Анау жерде аяқ қоятын тесік бар. Сосын аяғыңды мынау жерге қой. Бәрі амугус болып жүр, отыр қып-қызыл киініп алған. Қойға болады. Солай, керемет. Джоэл өңгірдің ең үздік гиді. Әзірге бәріміз тіріміз. Ал жігіттер, мынау жерде ең қызығы басталады. Не бұл? Ал, енді су өткізбейтін киімдеріміз киеміз. Біз шомылуға барамыз. Кеше Мак пен Карл бұл туралы әзілдеген болатын. Ал енді біздің саяхатымыздың қалған бөлігі мұздай суда өтетін болады. Құдайым-ау, бұл адам сенгісіз. Су өткізбейтін костюмдер суық тиюден қорғайтын жалғыз зат. Біз бұны неге істеп жатырмыз? Бұндай нәрсе өмірде бір-ақ рет болады. Өйткені бұдан кейін сен өлесің. Сонымен үңгірдің соңына жету үшін бізге өзенге секіру керек. Кедергілерді тастардың кішкентай тесіктер арқылы өтіп, және ақырындап сол жерден сыйып өтіп кетуіміз керек. Асықпаңдар, сендерді ағын суы артқа қарай тартып кетуі мүмкін. Жарайды, мен өзенге түсіп жатырмын. Бізге сол жақтағы қабырға бойымен жүру керек. Қандай суық! Аналар ауырады ғой. Точно ауырды ғой видеодан кейін, Қолынан келеді. Өтіп кететін емес, сенімді емеспін. Кеме, сен өзіңді судан тартып алуың керек. Құдайым-ау, бұл жерде миға сыймайтыны қандай суық. Суықтан бөлек сен толығымен мұздай судасың. Және соның кесірінен тастардан ұстау өте қиын. Құдайым-ау, бұл өте қиын болды. Мак, Карл, бер келіңдер. Бро, мен қорқам. Сенің қолынан келеді. Әрі қарай бара бер. Достық, қара, бұл қандай күшті. Бұл өте қиын болды, бірақ алда күтетін нәрселер бұдан да қиын. Біз өттік! Үңгір! Жігіттер, біз тек қана мына екеу аппасын. Қорқам деп үңгір деп отыр. Яғни біз бұл эксперимент. Достар, айтпақшы, қалай әдемі ма? Кәдімгі мистер Бист видеосын қазақша түсіргендей қылып аударғансың ғой, достар. Сондықтан достар, дәу семіз лайктарыңды басып кетіңдер. Сән тек басындамыз. Және соңына дейін бару үшін бізге әлі бақанда 2 километр жүру керек. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде әрқашан жаңбыр жауып тұрады. Сондықтан мен демалатын және жаңбыр тимейтіндей мынау Шон мистер Бистермен бірге бармаған ғой. Бұл лагерде қалған ғой. Лагерді былай қарап, кішкене жылтып, үй салып, сөйтіп жүретін адам. Қайлы орын жасаймын. Майнкрафтта бөлісіп аламыз ғой, бәріміз ше. Сен ағаш шабасың, сен үңгірге барасың, сен қой жинайсың деп ше. Сондай сияқты бөлісіп алған ғой. Қызық, мынаны жасамасам не болады екен? Жасамасам олар су тастардың үстінде жататынына сенімдімін. Не пісіріп жатыр? Бірдеңе пісіріп отыр? Әлі бақанда 2 километр. Ағара, мынау не? Жоқ, бұл
не екен ғой, шоқ екен ғой жай. Масам олар су тастардың үстінде жататынына сенімдімін. Денем суылып тұрғанда жүруді жалғастыру өте маңызды. Температура тез түседі. Бұл неге сондай қиын? Ең жаманы біз мұна өтіп жатқан жолымызда лагерге қайтадан өтуіміз керек. Келесі өтетін кедергі су емес. Бірақ бұл да оңайға түспейді. Бұл өрмекшінің үйі ма? Өрмекші? Мен өрмекші көріп тұрған жоқпын. Жоқ болса онда ол біздің үстімізде. Ол сенің үстіңде. Бұл үңгір біздің видеоларымыз сияқты. Қаншалықты ары бара берсек соншалықты қиын. Шынымды айтсам біздің қасымызда Джоэл болмаса біз бұрында өліп қалатын едік. 3 сағат өткесін Джоэл деген достар, Джоэл деген мынау үңгірдің қыр-сырын білетін, үңгірді қалай өту керек, қауіпсіз қалай жүру керек, соның барлығын білетін адам ғой Джоэл деген. Сол қастарын алып алған ғой. Өліп қалмашы, әйтпесе өліп қалатын олар. Әйтпесе мыналар аман есен өте алмайды үңгірді. Қиын, өте қиын. Су деңгейі қатты көтеріліп кетті және бізде аздаған уақыт қалды. Бізге артқа қарай лагерге қайту керек. Мен келіспеймін. Өз ісінің маманымен сөз таластыруға болмайды. Мен келіспеймін. Бірақ бұл біздің қолымыздағы нәрсе емес. Біз ұзақ уақыт видео түсіріп, отшашалармен ойнап, көп уақытымызды құртып алдық. Енді үңгірдегі жолымызды жалғастыру үшін басқа күнді таңдау керек. Ема, қайтып келді. Шон, біз келдік. Біз жоқта сен не істедің? Енді ешкім су болмайтын шығар. Бізде гирлянда бар екенін мен білмедім. Бүгін біз үңгірдің 20%-ын ғана өттік. Кәм безендіріп қойыпты достар, безендіріп. Шондай молодец. Бірақ менің сөзіме сеніңіздер, біз бұл үңгірді соңына дейін өтеміз. Жоқ, бұндай нәрсе болмайды. Үңгірдегі 4-ші күнімізді біз демалып, 5-ші күні үңгірдің соңына дейін барамыз. Және үңгірдің соңында не бар екенін көреміз. Қазір 3-ші күн болады. 3-ші күн өте қызықты болды. Ертең кездескенше. Және 3-ші өте жаман түнімізден кейін біздің ойымызда бір ғана нәрсе болды. Ыстық душ қазір менің өмірімді құтқаратын еді. Бұрыс шынымен қазір душ болғанда өте зор кетеді. Менің жуынбағаныма 4 күн болды. Түсінетін шығарсыздар, үңгірде душ қабылдау оңай емес. Үңгірге кірген жағымызға барып өзеннің басына баруға тура келді. Мыналар. Мен бұрын миымды сезбеген еді. Менің маңдайым қатып қалды, шашымыз. Конечно қатып қалды. Мұздай тастай суға түсіп отыр ғой. Ауырады мыналар, точно ауырады. Дронмен кептіріп алайық. Мұнда ел дрон. Мыналар жынды, дронмен шаш кептірейін деп жүр достар. Тоқта. Шынымен жұмыс істейді. Я кептіріп жатыр. Дрон бар кезде. Мыналар жынды кәдімгі. Осылайша басымызды кептіріп алып, біз Джоэлмен бірге ары қарай жүретін жолымызды жоспарладық. Бұл үңгірдің картасы. Алдыңғы жолы су деңгейінің тез көтерілуінен біз ары қарай бара алмаған болатынбыз. Ал ертең бәрі тынышталады және біз үңгірдің соңына дейін бара аламыз. Бұл бір қызық болайын деп тұр. Алдымен бізге кеше жүріп өткен жолды қайтадан өту керек. Биік жерлерден суға секіріп жатқанда үшкір тастарды абайлау керек. Егер біз осының бәрін өте алсақ, біз өте әдемі жарық шамдары бар үңгірге тап боламыз. Үңгірдің қандай екенін айтпа. Бізге сюрприз болсын. Біздің қолымыздан келеді деп ойлайсың ба? Ондай нәрсе айтпа. Біздің қолымыздан келеді. Ертең біз мынау үңгірді соңына шейін өтеміз. Кездескенше. Біз ұйқымызды қандырып алып, ертең үңгірдің соңына дейін баратын жолымызға дайындалдық. Біз менің өмірімдегі өте қауіпті саяхатқа кетіп бара жатырмық. 3-ші күннен қалған тәжірибенің және видеоны аз түсіргеннің арқасында біз жолды тез өтіп жаттық. Су өте суық. Бро, алдындағыдай өтеміз. Жарайсың. Біз аман есен тірі қалу үшін жолдан басқа тағы да үңгір маманын шақырдық. 3-ші күні біздің жолымыз осы жерден аяқталған болатын. Не айтасың? Біз өте тез өтіп жатырмыз. Артымыз қап-қараңғы. Біз қайда барамыз? Тастардың арасынан өтетін жолымыз өте тар және судың ағыны өте қатты. Сондықтан біз тастардан қатты ұстап өтеміз. Осылай. О, құдайым-ау. Ең жақын тасқа секір. Мына бұрышта тағы ұстайтын 1-2 тас бар. Соларға ілініп алсаң болады. Бұл жерде өте қараңғы. Мен жердің астын сезіп тұрған жоқпын. Менің аяғым қазір жерге тиіп тұрған жоқ. Аяғымыз жерге тиіп тұрмағандықтан біз қазір қолымызды жіберсек, бізді өте қатты ағын суы судың астына алып кетуі мүмкін еді. Джоэл, не істейміз? Мен мынау жерден ұстап алатын едім. Бұл қауіпсіз. Джоэл, мен қайда баратқанымды көріп тұрған жоқпын. Мені ағын суы тартып бара жатыр. Мен не істеуім керек? Мына жаққа жетіп ал. Ол жерде тынышырақ. Маған мына жерге міну керек. Мына судың қалай ағып жатқанын қарасаңыздаршы достар. Сол тесікке. Шынымен де мына жерде бар ғой, өте қауіпті. Негізі суға ағып кетсең ешкім құтқарамай қалады ғой, мынандай тез қатты сумен. Опасно. Жарайсың. Бұл біз істеген ең қиын нәрсе. Біз үңгірдің бұрын соңғы бармаған жеріне жеттік. Ортасына келіп қапты. Ең қиын кедергі. Ортасына келіп тұр тура. Негізі су айналып тұр. Егер сен қазір түсіп кетсең, су сені астына тартып алады және сол жерде ұстап тұрады. Егер біз құлап кетсек, біз өлеміз ба? Иә. Сонда өліп кетуіміз мүмкін бе? Мен не нәрсеге келісіп, қайда бара жатқанымды білген жоқпын. Жарайсың, солай. Енді аяғым мына жаққа қоям ба? Дәл солай.
Үңгірді зерттеу біз ойлағаннан да қиын екен. Мынау өзен ағысы өте қатты екен. Мынау үңгірдің қалай пайда болғанын түсінген сияқтымын. Сосын біз мынау үңгір сияқты мықты емес екенбіз. Мен адамдардан да мықты емес сияқтымын. Қуанышқа орай біздің саяхатымызды Карлдың орнына нағыз кек алушы бастап келе жатыр. Джоэл, ол өз ісінің маман екенін көрсеткісі келіп, бұл жігіт бізге қызық көрсеткісі келіп, біздің алдымызда мынау биіктіктен секіреді. Ема! Құдайым-ау! Сен жынды мынау, ема! Я, мен жындысымын. Араларыңда біреу секіргісі келіп тұрғанда Сен де шынымен секір. Мынау жынды. Мынау да секірейін деп отыр ма? Секіргің келіп тұр ма? Сен не айтып тұрсың? Әрине мен қазір секірем. Кеттік, Джоэл. Сәттілік онда. Джейми маған берген тапсырмаларға қарағанда бұл өте оңай. Ема, мынау жынды. 3, 2, 1. Ема! О, иә, сен де секіресің ба? Жоқ, бізге жүру керек, әйтпесе біз соңына дейін жете алмаймыз. Достар, мистер Бисті секіреді деп ойлады ғой. Түрме деді. Құдайым-ау. Біз ағынға қарсы жүріп келе жатырық. Неге үнемі ағынға қарсы? Мүмкін ағын бойымен жүре береміз, мүмкін беріле саламыз. Судың беріле саламыз дейді. Астында өте үшкір тастар бар. Олар көрінбейді. Сондықтан абайлаңдар. Құдайым-ау. Қайтадан терең болып кетті. Ойбай, аяқ тірейтін жер керек. Үшкір тастардың аз болғаны соншалықты біздің әрбір жүрген қадамымызда. Бро, мен ештеңе көріп тұрған жоқ. Ана үшкір тас кіріп кетті ма деп ойлап қаласың. Қорқынышты. Үңгір жүрген сайын қараңғы, тар, адам аямайтындай болып жатыр. Осылардан қиналып кетіп, біз соңына дейін бара аламыз ба, бара алмаймыз ба деп ойланып қалдық. Мыналардың үңгірдегі саяхатының бәрі суда өтті ғой. Аяқ беттім шынымен ше. Қинап жіберді. Біз ақыры әдемі жарық шамдары бар үңгірге де жеттік. Бұл біз қиналғанымызға тұрарлық деп ойлаймын. Сонымен команда, жарық шамдары бар үңгірге қош келдіңдер. Мәссаған. Бұл адам сенгісіз. Сіз жерде емес сияқтымыз. Бұл әдемі жарық шамдарды кішкентай ғана жәндіктер жасап тұр. Айтпақшы достар, жанатын жәндіктер осылай жарық береді ғой, әдемі жарық. Бұл құс жолына ұқсайды. Осы көрген жарық шамдар үңгірі біздің көрген қиындықтарымызға тұрарлықтай болды. Әрине, келгенімізге өкінбейміз, бірақ біздің саяхатымыз аяқталған жоқ. Бізге қайтадан артқа қарай лагерге қайту керек. Мәссаған. Дегенше 6-шы күнде келіп қалды. Мына шонды қалдырып кеткен ғой. Жатқан шығар іші пысып. Шон. Мен шаршақ. Мен неғып келдім деп жатқан шығар. 6 күн бойы жатты бір жерде. Үңгірді аралаған да жоқ. Білмеймін, ұйықтай аламын ба, ұйықтай алмайын ба, жігіттерді уайымдап жатырмын. Артқа қайтатын жол қайта оңайырақ. Біз жай ғана ағын сумен жүріп келе жатырмық. Сіздер біздің келген жолымызды көргеннен кейін артқа қайтатын жолды көрсетпей ақ қояйық. Бұл саяхат өте көп уақыт алды. Біз лагерге 6-шы күні қайттық. Шон! Қалайсыңдар жігіттер? Мен уайымдап жатыр едім. 6-шы күн құтты болсын. Біздің күшіміз тек отқа жылыну мен тамақ жеуге ғана қалды. Бұл өте тамаша күн болды. Ертең кездесеміз. Бүгін 6-шы күн. Ертең емес, жоқ. Бүгін. Білмеймін. Менің соншалықты шаршағаныма қарамастан мен бұл түні ұйықтай алмадым. Ұйқын теуіп отыр, ұйықтай алмадым десе қасында досы. Мен 7 күн бір бөлмеде, 7 күн жердің астында, 7 күн қайықта да өмір сүріп көрдім. Бірақ олардан да қиыны осы болды. Сен мұнда әрқашан су және жаурап жүресің. Және мен әрқашан мына тастарға соғылып жүрдім. Бұл қатты ауырады. Шынымен достар, аналардан да қиын болды. Мынау негізі бар ғой. Су болды. Өткен 90% уақыт бұл қиындықтар. Бірақ шынымды айтсам, Джейми! Карл, сен мені көріп тұрсың ба? Бұл өмірдегі ең қатты жарық. Бұл өмірде арасында қызықтар да болады. Биік тастардың төбесін бағындырып, қуанып, көрпелерімізді жатып алып жігіттермен әзілдескенде барлық қиындықтарды ұмытып кетесің. Өйткені жақсы ортада киттар сияқты шулаймыз. Бұл өте суық, қараңғы, тар, өте жаман үңгір бір сәтте өмірдегі ең күшті қызықты саяхатқа айналады. Мен де үңгірге барғым келіп кетті достар. Әдейі істеп қойған үңгірлер, бірақ андай күшті, уютный қылып істеп қойған ғой, үйшік қылып. Біз барлығын жинамай кете алмаймыз. Мен барлығын деген кезде ол барлығы.
Бұл жерден кетеміз. Үңгірдің кіретін жағына қайтып келгеннен кейін анау төбеде өте керемет Джойлға тағы да бір сюрприз жасадық. Кетердің алдында Джойл, саған $50,000 сыйлаймыз. Әрбіріміздің тірі қалғанымыз үшін $10,000. Оу, құдайым-ау. Рахмет үлкен Джимми. Саған да Джойл. Болды, барлығын бітірдік. Енді кетеміз. 7 ұзақ күннен кейін біз ақыры кетеміз. Бітті. Күні қылған ойы. Үңгірге барғым келіп кеттім енді. Достар, ендеше видеоны лайк басамыз. Лайк. Және арнаға тіркелеміз. Сіздермен бірге болған бұл мен Досымжан. Ендеше, бұнқ.